Қазақтың қолында билігі болмаған кезінде қазақтың ұланғайыр даласы ұстағанның қолында тістегеннің аузында кетті. Қайран қазақ. Бүгінде 150-де 200 миллион болып, мүмкін 300 миллион болып, әлемдегі ірі ұлттардың қатарында отыратын халық еді. Өкініштісі, сұрапыл соғыстар бізді көгертпей, көктетпей, өсірмей қойды. Күні кеше қазақтың жерін тілгілеп, шығысындағы омбымызды, батыстағы омбымызды, Орынборымызды, Түменімізді, Сарытауымызды, Қаратауымызды және Қызылжарымызды, Керекуімізді орысқа беріп тастаған білесіздер. Ал қазақты сарт билеп тұрған Сәбеттің қызыл солақай саясаты кезінде оңтүстіктегі ең шұрайлы жерлерімізді, кешегі ата-бабаларымыздың ең бір қасиетті мекендейтін жерлерін мынау ала-тақиялыларға бөліп жібергенін жұрттың бәрі біледі. Бүгінде Өзбекстаннан Қазақстанға келген қазақты шеттен келген оралман дейді. Бұл сөзді айтушының барлығы тарихи сауаты жоқ құл-құтанның тұқымдары, немесе көзі бар көрсоқырлар. Өзбекстанның қазағы ешқандай шетелде жасаған қазақ емес. Ол жердің барлығы кешегі қазақтардың өзінің ата-бабасының жері. Сол қазақтың ата-бабасының жерін Совет кезінде қиып отырып, ала-тақиялы сарттарға бере салды. Сол ала-тақиялы сарттар қазақтың орыс арқылы өздеріне берілген жеріне ие болып, қазақтарға теперіш көрсеткесін, ол жердің байырғы тұрғындары, яғни ата-бабасының, 77 ата-бабасының ежелгі жерінде жасап жатқан қазақтар ұрпағын қазақ қылып сақтап қалу үшін Қазақстанға келді. Олар ешқандай шетел қазақ емес. Айта берсек әңгіме көп. Абайдың әкесі Құнанбайдың, оның арғаталары Өскенбай, Кеңгірбайлардың жайлаған жайлау қыстаулары бүгін Өскемен Семейдің ар жағында орыс жерінде қалып қойды. Әлгінде айтқан Керекуіміз бен Қызылжарымыздың 1/3 ғана бізде Петропавл, Павлодар деп тұр. Ал бұл жерлердің тарихи атауы Кереку мен Қызылжар еді. Ал қазақ мемлекеттілігінің, қазақ республикасының ең алғашқы астанасы болған, яғни қазақ өзін республика деп атаған бірінші астананың өзі Ресей жерінде қалды. Абылайхан бабамыз бізге Орынбор деп, осы жерде тұрақтаймыз деп, көшпенді қазақты отырақтандырудың жұмысын алғаш бастаған жер Орынбор бүгін Ресей жерінде қалды. Ойлай берсек, әңгіме өте көп. Енді осы қасіретіміздің бір парасы кезінде